Так, сброс и выбор принтеров по умолчанию. Сброс деген сол принтердің, егер принтер дұрыс жасамай атса, немесе қағаз шықпай атса, сондай нені исправить етеді да принтерді. Так, сосын очерк печать тазалау жібереді, сосын бір жағынан соны істейді. Так, ең бірінші оны қосып жібереміз. Мысалы, принтер жасамай қалды, или печать шықпай қалды, или очерк печать тазалау керек деген сияқты. Или по умолчанию қою керек. Соны басасыз үстіне. Бірінші, так, қазір бірінші басайық. Сосын принтердің спискісін іздейміз. Міне принтердің списк. Сосын жерде введите имя принтера деп тұрды, по умолчанию деген. Мысалы, жерде HP, LaserJet или Canon деп тұрады. Сізге қай принтер керек, соны өстіп белгілейсіз. Name'нің астында тұрады. Мысалы, бірнеше принтер тұрады үш жерде. И бүйтіп таңдайсыз да принтерді. Оң жақ мышканы басасыз, копировать етеді. Сосын үш жерге оң жақ мышканы бассаңыз, вставить етіліп кетеді. Мен мысалы, мынаның орнында HP, LaserJet 137 деп сөйтіп жалып тұрады да өзіңіздің принтердің аты. И сосын Enter басасыз. Соны не істейді ол? По умолчанию қойып береді осыны. Сосын ол исходный кодын көрсетіп жіберейін. Бірінші службаны қазір көрсетейін. Служба диспетчері диспетчер печати деген бар. Мынаны бүйтіп оң жақ мыш остановить дейді, осыны остановить етіп жібереді. Сосын 2 секунд тұрып қояды, чтоб мынау полностью остановить ету үшін. Содан кейін папканы тазалайды. Бұл папка не папка? Оның ішінде жаңағы шықпай қалған, мысалы, не көрсетіп жіберейін. Ол қызмет, мына қызметті атқарады ол. Мысалы, принтер бар, осындай LaserJet деген сияқты. Сол оң жақ мышканы басады, просмотреть, очерк печать, и мына ішін тазалы удалить етіп тастайсың, бүйтіп оң жақ мышканы басып. Міне мынаны басады ғой. Мынау сол қызмет атқарады. Содан кейін қосып жібереді. Мынаған кіріп бүйтіп оң жақ мышканы басып запустить деп басып жібереді. Өзі автоматически да. Мынау бәрі вручную ғой, мынау автоматический скрипт. Сосын список не шығады? Мынандай принтердің спискісі шығады. Сосын сол принтерді енгізесің, жаңа по умолчанию қойып береді. Мына қызмет, ол мынандай затты қызмет атқарады. Оң жақ мышканы басады, использовать по умолчанию дегенді басып жібереді. Бірақ бәрі автоматический да, мынау бір скрипт.